Баршаңызға сәлем, сіздермен Алтынай. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен цитрусты жемістерді қатыратын боламыз. Не үшін қатырасыз, немесе базарда бар ғой қыстың күні деп ойлайтын шығарсыздар. Мен ол үшін емес, менде тоңазытқышта тұрып қалған соң босап кетті, сондықтан қатыруды шештім. Ең алдымен апельсин мен лимондарымыздың сыртын жуып, тазалап, кептіріп аламыз. Одан кейін лимонды домалақ пішінді етіп тураймыз. Мінекей апельсинмен босап кетті. Дөңгелек пішінді етіп, апельсинді де турап аламыз. Турап алған соң мұздатқышқа қатыратын контейнерге немесе тақтайға осылай тізбектеп салып қатырып аламыз. Контейнерімді үнемдеп мен целлофан бетіне салдым. Оның үстіне лимондарымды, қалған апельсиндерді салып шықтым. Апельсин мен лимонды негізі ташкенттік шайға, жемісті шайға, күнделікті ішетін қара шайға салып ішсеңіздер өте ыңғайлы. Қатырылған лимон мен апельсиннен шайларыңыз мұздап кетпейді. Ыстық күйінде иісі керемет болып шығып, шай ішсеңіздер болады. Немесе мохито жасаған кезде қосып жіберсеңіздер болады. Қатырылып болған соң өзіңіздің кез келген ыдысыңызға бөліп салсаңыздар, кейін керек уақытта пайдалана бересіздер. Видеоларым сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен Алтынай.